Сәлем достар, бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын картошка фри пісіретін боламыз. Алдымен маған тіркел. Бізге керегі картошкамызды жуып тазалап аламыз. Оны жуып болған соң осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Әдемілеп. Турап болған картошкамызды шашқа жайып қоямыз, себебі суы тартылуы керек. Енді қызып тұрған майға салып аламыз. Көптен салмаймыз, аз-аздан саламыз. Көп майға салуымыз қажет. Кішкене майға салсақ, ойымыз жабысып қалады. Қуырып болған соң оны қағаздың үстіне салып қоямыз. Қағаздың үстінде май тартылып тұрған кезінде үстіне тұз сеуіп жібереміз. Менде уже фриіміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Өте керемет шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер.